қазақ халқында ер жігіттің білек күші мен әдіс айласын арттыратын спорттық ойындар жетерлік. Олардың қатарында көкпар, аударыспақ, жамбат осынды ат спорт ойындары бар. Бұл ойындар қазақтың төл дәстүрін, қазақылығын танытады. Аударыспақ салт аттылардың бірін-бірі ер үстінен аударып алу сайысы. Ойынға қайрат күші мол, батыл да төзімді, шапшаң қимылдап, ат құлағында ойнай білетін жігіттер қатысады. Ежелгі заманнан келе жатқан бұл ойын жаугершілік кезінде найза ұстап, қылыш шабатын жауынгерлерге қажетті қасиеттерді қалыптастырған. Аударыспақ қазіргі кезде де шопандар тойында, мерекелерде спорт ойынның бір түрі ретінде көрсетіліп жүр. Жамбаты ойынын көшпенді халқымыз жауынгерлердің мергендік қабілетін жетілдіру үшін ойлап тапқан. Ол алдымен әскери жауынгерлік дайындықты нығайту болса, екінші тараптан ел арасындағы мергендерді анықтап, сыналған садақшыдай арнайы топ жасақтау үшін ұйымдастырылған. Жамбату жауынгерлердің шеберлігін дамытатын ойын түрі екені даусыз. Көкпар ұлттық ат спорты ойындарының бірі. Ойынның атауы көк бөрте деген сөзден шыққан. Көкпарға 4-5 жасар серкенің семізі таңдалған. Орташа салмағы 20-30 келідей болады. Басқа малдың терісі жыртылғыш болғандықтан көкпарға тартпайды. Көкпар жігіттің күш жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде отыру шеберлігін сынайтын ойын түрі. Сонымен қатар көкпарда аттың жүйріктігі мен бабы да бағамдалады. Аталған спорттық ойындардың барлығы да азаматтың бойындағы батылдықты, төзімділік пен табандылықты арттырады. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұл бала шаңырақтың иесі, ер азамат ата-ананың қамқоры болып саналады. Сәйкесінше, әке ұлының ержүрек, батыл болып тәрбиеленгенін қалайды. Сонымен қатар, дәстүрлі ислам дінінде әке баласына атқа мінуді, садақ тартуды, суға жүзуді үйреткені абзал делінген.